Саяжайларға баруға рұқсат тек жету қиын. Карантин талаптарын жеңілдетуді асыға күткен саяжайшылар кешеден бері бау бақшаларына бет алуда. Тек барлығы бірдей діттеген жерлеріне жете алмады. Бағбандардың базынасын тілшіміз тыңдап көрген болатын. Облыстың бас санитарлық дәрігері саяжай иелеріне 27-сінен бастап бау бақшаларына баруға рұқсат берді, яғни кешеден бастап жол ашық. Алайда Иван Шлегель саяжайына кеше де бүгін де жете алмаған. Жол жабық. 27-ші автобус оны Ромашка саяжайшылар қоғамы аялдамасына жеткізбеген. Все дачники собрались. Барлық саяжайшылар жиналып автобусқа отырдық. Автобус осы жерге дейін жетіп, ары қарай бара алмады. Автобус вертолет емес қой. Оған артар кінә жоқ. Кеше де бүгін де өте алмадық. Тек Майқұдық арқылы бару керек. Онда 15 километрдей қосымша жол жүреміз. Саяжайға өту үшін өзімен бірге құқықты растайтын құжаттар мен электронды рұқсатнамалар болуы керек. Бірақ рұқсатнамамен қиындықтар туындауда. Облыс бойынша 8 мыңға жуық саяжайшылар бар. Барлығын бірдей деректер базасына енгізу қиынға соғуда. Сдали документы на Электронды рұқсатнамаға өткен аптада құжат тапсырды. Қоғамдық бірлестіктің төрағасы жинады. Әлі де рұқсатнама жоқ. Мен енді өткізбей қояма деп емес, рұқсатсыз жүрдің деп жазаға тартама деп алаңдаймын. Естеріңізге сала кетейік, саяжайға жеке көлікпен шығуға рұқсат берілген, алайда көршілерді аралауға болмайды. Маскалар мен антисептиктерді пайдалану, қолды жиі жуу сұралады. Бір учаскеде балалармен бірге 5 ересек адам болуға рұқсат, бірақ олардың барлығы туыс болуы керек. В связи с тем, что поступает много вопросов. Тұрғындардың тарапынан сұрақтар көп түсуіне байланысты және саяжай иелерінің көбі егде адамдар. Олар ғаламторды пайдалана алмайтынын ескеріп, сонымен қатар көбісі саяжайды жалға алады немесе құжаттары жоқ. Сондықтан біз саяжайға электронды рұқсатнамасыз кіруге мүмкіндік жасамақпыз. Яғни енді саяжай иелері бау бақшаларына қиындықсыз бара алады, құжаттарды тексерілмейді. Дегенмен полиция қызметкерлері адамдардың саяжайға тек демалу үшін ғана бармауын қадағалайтын болады. Сонымен қатар бау бақша заттарын сататын дүкендер де іске қосылған. Бұл ережелер облыс бойынша тек Теміртаудан басқа жерлерде қабылданған. Металлургтер қаласында саяжайға баруға әлі де тыйым салынған. Аян Алматұлы, Равиль Валиев, 5-ші арна.